Кефир ішекті шлактан тазалайды. 4 сағаттан кейін-ақ керемет нәтижесін көресіз. Кефир ішіп ішекті тазалайтын болсаңыз, барлық шлактан, улы заттан құтыласыз. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, арнамыздың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймыз. Иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылады. Оның құрамындағы кальций, аскорбин қышқылы, Б тобындағы дәрумендер жалпы денсаулығыңызды жақсартып, бойыңызға қуат береді. Артық салмақтан арылтады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеп, жүректі аурудан сақтайды. Тазалану кезінде іштің кебуі, тәбеттің болмауы, іштің қатуы, аллергияның мазалауы сынды жайсыздықтар орын алмайды. Ескерту: кефир мен айранды шатастырып алмаңыз. Айран да, кефир де сүт өнімдеріне жатады. Бірақ екеуінің жасалу жолы, пайдалылығы мен емдік қасиеті екі түрлі. Айран сиыр сүтінен жасалады. 2 литр сүтті жылытып, банкеге құясыз. Оған біраз қасық айран араластырып, 3 сағатқа жылы орап қойыңыз. Қаласаңыз, аздап тұз қосуға болады. Ал кефирдің жасалу жолы мүлде басқаша. Сүтке алкогольдік ашытуды қоса отырып дайындайды. Оның құрамында стрептокок, ашытқы және сірке бактериялар бар. Кефирді ем ретінде ішуді бастасаңыз, қатаң талап қоя біліңіз. Тәулігіне міндетті түрде 1 литр кефир ішуге әдеттеніңіз. Ал ішекті тазалау кезінде тек табиғи, құнарлы тағамдарды тұтыныңыз. Гимнастикамен айналысыңыз. Физикалық жеңіл жаттығулар жасаңыз. Тазалану уақыты біткен соңда 7 күнге дейін дұрыс тамақтану ережесін сақтаныңыз. Қосымша қайнаған немесе газсыз су ішуге болады. Сонымен қатар майсыз ет, жарма, көкөністер мен жемістер жеңіз. Ал тәтті өнімдерді, алкогольді сусындарды, қуырылған тағамдарды шектеңіз. Ендеше ішектегі шлакты кефир ішіп тазалауды бастайтын болсаңыз, мына әдістерге назар аударыңыз. Кефир мен алма шырыны. Бұл тәттіден үзілді-кесілді бас тарта алмайтындарға арналған. Шырын ағзаңызды қажетті тәттімен қамтамасыз етеді. Сондықтан да осы әдісті қолданғаныңыз жөн. Таңертең 3 шыны кефир ішіңіз. Түсте 500 мл шырын ішесіз. Ал кешке тағы да 3 шыны кефир ішіңіз. Тазалану мерзімі 2 тәулік. Кефир мен зығыр ұны. Зығыр артық салмақтан арылтатын керемет азық, әрі асқазан жолдарының жұмысын реттейді. Ал зығырдың дәні, майы немесе ұны ішекке өте пайдалы. Ішті жүргізіп, жұмысын жеңілдетеді. Егер кефирге араластырып қолданатын болсаңыз, онда ішекті толық шлактан тазалап, саулығын жақсартады. Ол үшін 1 стакан кефирге 50 грамм зығыр ұнын араластырып ішіңіз. 30 минуттан соң тағы да ішесіз. Емделу мерзімі 1 күн. Емдік қасиеті мол сұйықтықты ішкен соң 4 сағаттан кейін-ақ керемет нәтижесін көресіз. Кефир мен қарақұмық. Бұл әдісті көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер кеңінен қолданады. Кефирге қарақұмық қосып ішсеңіз, ішекті шлактан тазалайды. Асқазан, ас қорыту жолдарын жуады. Емдік қоспаны дайындау үшін қарақұмықты қайнатасыз. Піскен соң кефирмен араластырыңыз. Ботқаға тұз бен шекер қосуға болмайды. Ботқаны таңертеңгі асқа және кешке ұйқыға жатардан 1 сағат бұрын жейсіз. Емделу мерзімі 2 апта. Осы уақыт өткен соң артық салмақтан арыласыз. Өзіңізді жақсы сезінесіз, әрі үлкен дәрет уақыты қалыпқа келеді. Кефир мен қызылша. Бұл екеуі ішекті шлактан тазалайды. Бойыңызға сергектік сыйлайды. Егер сымбатыңыздың сымдай тарылғанын, ажарыңыздың әдемі болғанын қаласаңыз, онда кефир мен қызылшаның көмегіне жүгініңіз. Таңертең 100 грамм қайнатылған қызылша мен 1 стакан кефир ішіңіз. Түскі және кешкі асқада 100 грамм қызылша мен 200 грамм кефир ішесіз. Емделу мерзімі 1 күн. Ертеңіне көкөністен дайындалған қайнатпа сорпа ішу керек. Тазалану кезінде күніне 2 литрден кем су ішпеңіз. Қою демделген шай мен кофені ішіңіз. Майсыз ет пен балық жеңіз. Қайнатылған немесе бұқтырылған тағамдарды жеңіз.
Алкогольді және газды суды шектеңіз. Тәтті мен балмұздақты ұмытыңыз. Фастфудты ешқашан жемеңіз. Тазалану әдісін 2 айда 1 рет жүргізу керек. Егер тазалану кезінде қандай да бір ауыртпалықты сезсеңіз, бауырыңыз ауырса, тазалану әдісін кейінге қалдырып, терапевт дәрігердің кеңесін алыңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Қолданып көріңіздер, пайдасы тиеді деген үміттемін. Ауырмаңыздар достар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.